Қарақалпақстан Республикасы сорамында әсірлер менен сырлас бірнеше онлаған тарихи қорғанлар бар. Олардың ең ескісі бұл Гүлдірсін қаласы болып табылады. Қаланың тарихы археологлардың зерттеуі бойынша біздің эрамыздан алдыңғы 5-4 әсірлерге тура келеді. Яғни, қорғанның дәстеп пайда болған дәуіріне 2,5 мың жылға шамалас уақыт болған. Бұл қала біздің эрамызға шекенгі 5 әсірдің ақыры 4 әсірлерді Хорезм уайсында қала мәдениеті пайда болған уақытта сол дәуірлерге қаланың құрылысы туры келеді. Қала туры емес 4 мүйішліктен ібарат болып, оның майданы 350-250 метрді құрайды. Қала бұл дәуірді екі қатар қорған диуаллармен қоршалған. Сол дәуірге тән үлкен көлемдегі, яғни көлемі 40-45, қалыңлығы 15 сантиметрге шамалас үлкен көлемдегі гербіштерден өрілген. Қала 2 қабаты бастырылып, 3 қабаты ашық болған. Қаланың дарвазасы күншығыс құбыла тарапқа қаратылып, қаланың 4 мүйішінде һәм диуалларын жағалап башнялар, яғни мінарлар болған. Әйем Хорезмнің бір қаласы ретінде Гүлдірсін бой тікілген қала. Диуаллардың біздің күнімізге шекенгі сақланған биіктігі 13-15 метрге тура келеді. 9-11 әсірде қала дөңгелегінде қалың басқа қорғаллардың, әулілердің, сарайлардың пайда болғанын көреміз. Оның сыртынан ені 13, 14, 17 метр көлеміндегі қандекпенен оралған. Қандек суға толтырылған. Міне бұлардың барлығы сол тосыннан келген дүшпалларға жауға қаланың тихарғы диуалына бірден өтіп кетпеу үшін тосынлық жасайтұғын дәслепкі әскери бекініс болып есептелінеді. Еліміздегі ескі орта әсірдегі қалалардың салынуы, олардың жасау дәуіріне байланыслы халық арасында көптеген аңыз әңгімелер сақланған. Әлбетте бұндай аңыз әңгімелер біз сөз етіп отырған Гүлдірсінге де байланыслы. Бізге дейін жетіп келген рауаятларда бұл қорғанның аты Дәслеп Гүлістан қаласы деп аталған. Бұлай аталуының себебі қасынан дәрия өткен, жері хасылдар, бағы бостанлы, елі абат мәкан болған екен. Лекін қала һәм оның халқы 13 әсірдің бастарында бақытсыздыққа ұшырайды. Дүнияны жаулап алып кетірген Моңғол патшасы Шыңғысхан 1218 жылдан бастап Отырар һәм Түркістанды жаулап алғаннан кейін Хорезм шахлар мемлекетіне үжім жасайды. Оның сол уақыттағы екінші пайтақты болған Самархан бұл үжімге төтепкі бере алмайды. Ізбежі жеңістерден рухланған Шыңғысхан Хорезм шахлардың бас пайтақты Гүрганшқа, яғни әзіргі Өнергөніш қаласына жүріс қылады. Шыңғысхан қатар сауаштардан талыққан әскерлеріне Әмударияның бойында пайызлы бір орында тоқтап, дем алуға рұқсат береді. Бұл шамасы Гүлістан қаласына жақын әтраплар болса керек. Шыңғысханның үлкен ұлы Жошы бір топар жігітлерін ертіп, осы әтрапқа шикарға шығады.
Сахиб Жамал, түсімде бір қарамық көзлі, үркек мінезді жейран көріп едім. Енді садағыма оқ салайын деп атырғанымда, сол жейран мына төбеден, ана төбеге бір секіріп көзден ғайып болды. Набада, сол жейран сіз емес бедіңіз? Болсақ болармыз. Менің де түсімде, ақша бұлтлар арасынан қанатын кең сермеген бір сұңқар құс маған қарай шүйілігіп келе берді. Мен ғарры бәйтеректің тасасына жасырынып аман қалған едім. Бәлкім, менің де түсіме енген сұңқар құс сіз боларсыз. Болсақ болармыз. Енді жөн сұрасайық. Кім сіз? Қайсы елдің Сахиб Жамалысыз? Қайсы патшаның қызысыз? Мен өз елімдемен. Жол болсынды дәстеп мен сұрайман. Өзіңіз айтыңыз, қай елдің қарасы, қай патшаның ұлысыз? Нәзерімде алыс жолдан келген шахзадалардан болсаңыз керек. Дұрыс таптыңыз, Сахиб Жамал. Мен дүнияның ярымын жаулап алып кетірған жеңілмес шах, Моңғол патшасы Шыңғысханның ұлы, шахзада жошы боламан. Қош келіпсіз, шахзада. Мен осы әтраптағы жері бай, елі абат, Гүлстан елатының патшасының қызы Мәлика Гүлдірсіммен. Жол болсын, шахзада. Барыс қайдан, келіс қайдан. Жігітлерім менен киік атып, аң аулауға шыққан едім. Лекін ол ниетімнен қайттым. Түсімді көрген жейраным алдымнан еркелеп шықса, маған оннан артық бақыт бар ма? Мені әфу еттің, шахзада. Мен садақ пенен атып алатұғын тілсіз жейран емеспін. Егер мені десеңіз, алдымыздағы сәршембі күні атам менің 18 жасқа толуыма бағышлап, ат жаптырып, күрес тұттырып, алтын қабақ аттырып, той береді. Әне сол тойда атты айдап оздырсаңыз, күресте палуан қоймай шықсаңыз, алтын қабақты сабағынан атып түсірсеңіз, жейраныңыз қолыңызда болады. Жүрін қызлар, кеттік. Барекеллә. Бахадыр мәрт жігіт екенсің. Ғайратыңа қайылман. Қане енді сөйле, қай патшаның ұлысаң, қай елдің парасысаң? Мен ұлы Моңғол патшасы, Шыңғысханның ұлы, шахзада жошы боламан. Не? Сен Түркістанды жексен етіп, пайтақты Самарқандты жаулап алған жауыз Шыңғысханның ұлымысың? Патшайым, мені әпу етің. Еліңізге мен жауыз ниетпенен келмедім. Қысқарт. Атаң бәлкім менің жұртымды да басып алар. Бірақ менің басым екі инімде тұрғанда, ондай жауыз адам менен құда бола алмаймын. Соны атаңа айтып бар.
Al hazır gözümden жоғал. Ата, Gap tamam. Alaman tarqatılsın. Халық өзлерінің азықлары, мал хәллері менен қорғанға бекінсін. Дәруаза һәм барлық құпия есіктер жабылсын. Сақшылар күшейтілсін. Қорған айналасындағы ор суға толтырсын. Жер асты жолы мұхит жабылып, сақшылар қойылсын. Орынла. Әжеп болады қанымыз. Не? Менің жеңісіме шек келтіретұғын ол қандай патша? Енді өзінен көрсін. Әзірдің өзіндегі атланысқа шығамыз. Заңғардың баласы. Бекінісін жүдә күшейткен екен. Мәйлі, ауруына шыдаса мың жасасын. Қаланы ұсы жерде қамал қыламыз. Шатырлар тігілсін. Шатырлар тігілсін! Солай етіп, Гүлстан қаласы Шыңғысхан тарапынан 6 ай қамал қылынады. Қала халқы да да күшлі еді. Қорған әтрапындағы ені 15-17 метр, тереңлігі 4-5 метр болған ор суға толтырылып, оннан атлар жүзіп өте алмады. 6 ай қамал дауам еткен Шыңғысхан ләшкерлері талығып, ашлыққа ұшырай бастады. Балам, бір қызды деп, ұсынша ләшкерлерімізді ашлыққа ұшыратуымыз ақылдан емес. Егер біз ұсылай әзілеп қалсақ,
Осы уақытқа шекем еріскен жеңістерімізді қолдан береміз. Бізге қайтайық. Ата, Саған Қалеген патшаның қызын алып беремен. Тәртіп бер. Шатырлар жинасын. Бас уәзірдің мәслихаты менен бір қарамал қалықта қалған соңғы уыс бидайлар менен тойдырылып, қала дәрвазасынан шығарып жіберілді. Қаладағылар Шыңғысхан ләшкерлері малды әлбетте сойып көретұғындығына үміт еткен еді. Әне, айтпадым ба? Бұл қаланың бекінісінде үлкен гәп бар. 6 айдан бері сыр бермегені бұлай тұрсын. Малларын ұсындай етіп бақса, бұл халық ашылыққа ұшырайма дегенше, біздің ләшкерлеріміз қырылып болады. Бізге қайтайық. Маған келін болмақты Қалеген қыз ұсыма? Ава ата, ісімі бүлдірсін. Бұл қыздың атасы қайда? Афу етің шағым, қолға түсіре алмадым. Ол өзін өзі өлтіртті. Онда оның келесін кесіп алып, қорғанның басына ілдіріп қойың. Ал қызым болса, жүйрік аттың құйрығына байлап, таудан тасқа сүйретің. Шахзадам! Ата! Тынышлан балам. Өз еліне, өз әкесіне сатқынлық еткен нашар, саған еш уақытта опал яр бола алмайды. Бұндай сатқынлардың жер басып жүруге hakkı жоқ. Алып кетің. Шахзадам!
Гүлдірсіннің атыменен атап кетті. Біздің халқымызда бүлінген елден бүлдіргі алма деген гәп бар. Әлбетте, бұл әпсаналарда айтылған мағлұматлар қанша дәрежеде шындыққа тура келеді, оны бүгінгі күні ол хақында бір нәрсе айту қиын. Бұл әлбетте өз алдына зерттеулерді елеп қала зерттелінбеген, зерттелуі талап ететұғын Қарақалпақстандағы археологиялық объекттердің бірі болып есептеледі. Енді бұл қаланың ахметі бүгінгі күні сонан ibaret. Өзбекстанда міне қарайсызлық жылдарында халқымыздың өтміштегі мәдени мирасларына деген ітібар жүдә күшлі. Әлбетте бұл бойынша президентіміз көп жұмыстар алып батырыпты. Халқымыздың өзінің өтмішіне, ата-бабаларына деген қызығушылығы артпақта. Міне екінші тараптан бұл Гүлдірсін сияқлы онлап қалаларымыз бүгінгі күні туристік объектілер болып есептелінеді. Өзбекстанда дәслепкі бірінші ООНның уәкілі болған Қалид Малик Қарақалпақстанда бірнеше мәртебе болды. Міне сол уақытлары осы Гүлдірсін қаласында болған уақытында бір нәрсе айтқан еді. Гүлдірсіннің бүгінгі күнге шейін 13-15 метр бәлендікте сақлануы, оның антик диваларының сақлануы 2,5 жылдық. Ол бүгінгі күні міне туристер Самарқан, Бұхара, Хиуа қалаларына келіп батырыпты, лекін бұл қалалардың көпшілігі қайттан тікленген. Ал Қарақалпақстандағы қалаларыңыз, оның ішінде мына Гүлдірсін сол айемгі дәуіріндегі құрылыстармен сақланған. Бұл халықаралық туризм үшін жүдә әһәмиятлі объект болып есептеледі, бұны рауажландыру керек деген еді. Жастарымызды өтміштегі осындай мәдени мирасларымызға тәрбиелауда олардың әһәмияты жүдә ұлы болып есептеледі. Себебі бұл қалалардың міне су уақытқа шекем дөгеректі қанша зиялы батсаң, биіктікте сақлану бұл сол дәуірде ілімнің, білімнің жетіскендіктерінен дерек береді. Соның үшін бұларды қалалардың, соның ішінде Гүлдірсінді зерттеу, бұл қалаларға жастарымызды экскурсияға апару, һәм атқарған қызметі, оларда жасаған халқымыз, ата-бабаларымыздың қызметлері бағдарында балалар, жастарымыз тәрбиелеу әһәмиятлі деп ойлаймын. Ватан бұл мұхаддес дәргай. Ватан бұл ана. Оны көз қарашығындай сақлап, оған бүткіл өміріміз дауамында садық болмағымыз дәркар.